кеше отырып бір инста ютубтарда қарағам ғой. Сөйтсем алауыма тиісіп Қайрат Нұртастың қызы подиумға шықты, бойы ондай, аяғы мұндай деп небір аналарымыз, үлкен апаларымыз, ер азаматтар, оларда енді біреулердің әкесі соншама аузына келіп оттағанда тіп-типтай оқушы қыздың сонша жаңағы мінеп сынап, оның барынша жаңағы настроениесін түсіріп, сағын сындырып, не болды соншама. Қайраттың қызы болса, оның да өзінің жеке өмірі бар, ол да шыққысы келеді мысалға. Көріп жүргені, мысалға ата-әжесінен бастап барлығы да халықтың алдында, сосын олар да соған қарап еліктейді. Ода тұрған не бар екен? Шықса не болыпты? 3 жастан бастап елдің қыздары да шығып жатыр ғой. Көрсетем мен Гүзираның немересінің қандай екен. Надо будет өзіме шығып подиумға. Түркістан екі дүние есігі ғой. Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Киелі Түркістанда туып өскен, түріктің тәңір берген несігі ғой. Өз үйім өлең төсегім, неше күннен бері жолдан жол шаршап үйіме жеттім шүкір түнде. Түнде баламыз, келініміз үшеуміз отырып шай ішкен болатынбыз. Бұл енді таңғы шай. Бұл жерде қарасаңыздар қолдың сүті, қолдың сармайы, оның қасына дүкеннің сармайын қосып қойыпты. Ал енді вареньяны өзім жаптым клубникадан. Мына жерде жаңа ғана келінім нан жапты, осылай бауырсақ пісірді. Ақ шетін байқасаңыздар набат тұр және фарварда кәмпит тұр. Фарварда кәмпит Ташкенттен заказ берем. Бала кезімізде жейтінбіз, білесіздер, ол өте дәмді, жақсы шайға. Набатты да қанттың орнына шаймен ішемін. Ал енді мына жерде бәдірен, помидор, оның барлығы қолдікі. Келінім суыл етіп вермишель құрып жатыр екен. Жеңіл болсын деп атқан шығар. Қатты қуырмай, суыл етіп осылай әдемілеп құрып жатыр. Ал енді келінім құрт жая кетсем өтірік береді. Біз бұның барлығын тапсырыспен алдырамыз. Қандай банкке сатып қоямыз. Мынау жұмсақтау екен. Шымғаладан алып келген болатын. Ал енді мынаның барлығын осы жақта тапсырыс береміз. Бұл айран. Салқындатып ішеміз. Мынау салқындатылған көже. Көрдіңіздер ме? Барлығы пайдалы, қолдан жасалған дүниелер. Бірақ енді қарбыз бен қауынды міндетті түрде жаңағы мен алдыртып қоямын, өйткені жақсы көремін. Бізде барлығы қолдікі, наннан бастап және қолдың жұмыртқасына тапсырыс беріп, осылай 50-60 алдырып қоямыз. Жұмыртқадан қатты абайлау керек. Дүкендікі өте зиянсыз тамақ жейік. Осылай қолдан бауырсақ жасап, нан жауып, енелеріңіздің көңілін таба беріңіздер. Жаман болмайсыздар. Күйеулеріңіздер риза болып жүреді. Не дейді қой, любовь приходит и уходит, а кушать всегда хочется деген. Сол себепті тамақты сап қойып күтіп отырмын. Заңғарда, Қайратта мама әні міне деп әлі жүр. Тамағым суыған сайын нервым ауырып отыр, нервым ше. Өлең айтып жоқ? Өлең айтып ақырап жоқ, мен тамаққа күтіп отырсам. Сижоқа. Тамақ жейміз жаным, жүр. Бұл қыз завтрак ішкен жоқ, обед ішкен жоқ. Қызым? Бәрі ән шығып кетті. Сезім әйтеуір келді.